Еуро көрсетілім 2016 ән додасы өз мәресіне жетті. 100-ден жүйрік шыққан санаулы өнерпаздың мықтысының таңдап алу әділ қазылар алғасына оңайға соқпады. Дегенмен де атышулы сайыстың бас жүлдесі әділ таңдалды ма? Толығырақ әріптесімнің бейнематериалында. Швеция астанасы Стокгольмде орын алған халықаралық Еуро көрсетілім 2016 сайысы өз мәресіне жетті. 100-ден жүйрік өнерпаздардың ақтық сынға жолдама алғандары санаулақ. Үздіктер қатарына ресейлік Сергей Лазарев 491 ұпай жинап, 3-ші орынды қанағат тұтты. The skyline to show where you are. My love is rising, the stories are winding. Together we'll make it and reach for the stars. Ал екінші орынға 511 ұпаймен аустралиялық Деми Им жайғасты. Sound of Silence атты ән орындаған өнерпаз көрермен көзайымына айналған. Ал бас жүлдені Джамала атты лақабатпен өнер көрсеткен украиналық татар қыз Сусанна Жамалдинова иеленді. Кең диапазонды бұрымды 1944 атты әнімен тарих қойнауынан сыр шерткен. 1944 жылғы Қырым татарларын Орта Азияға қудалау жайлы әндеткен ару көптің көңілін бірден өзіне қарата білді. $534 ұпаймен Еуро көрілім 2016 сайысының гран-при иегері атанған Жамал бүгінгі таңда ғаламтор қолданушыларының қызу пікірталасына айналды. Стокгольм сахнасында ана тілінде ән шырқаған арудың қайсар қылығына отандастары тәнті болған. Барша татар халқының тарихи қиыншылықтарын жіпке тізген өнерлі қыз аталмыш әнді жазу себебін өз әжесінен естіген әңгіменің арқау болғанын айтқан. I dedicate this song to my country, to my great grandmother. Тағы айта кетерлік жайт, баға беру барысында азды көпті қателіктерде орын алған. Дат елінен сайланған әділқазы алқасы Хилда Хейк Деми Имге қойылған ұпайдың абайсызда Жамалаға қойылып кеткенін айтқан. Дегенмен бұл қателік сайыс нәтижесіне аса қатты әсер етпепті. Ықылас Тұрсынбек, Headliner.